Армысыздар қазақ елі. Менің есімім Мирас. Мен сіздерді туған өлкем Беріктас ауылымен таныстырамын. Ал олай болса, кеттік. Бұл біздің ауылымыздағы алаң. Қазақ үйлер 22 наурыз мерекесіне тұрғызылды. Достар, сендер қазақ үйдің ішін көрдіңдер ме? Ендеше жүріңдер, ана отырған үлкен қазақ үйді көрсетейін. Танысып қойыңдар, бұл менің апам мен атам. Қазір сендерде қазақ үйдің ішіндегі заттармен таныстырады. Амансыңдар ма, балаларым? Армысыңдар, боталарым? Бұл көріп тұрған заттар ер тоқым, қамшы, домбыра және қазан ошақ. Қазақ үйде міндетті түрде сандық, көрпе, төсек және ақ дастархан жайылу болу керек. Достар, бұл біздің мектеп. Қасымдағы қыз менің сыныптасым Жадыра. Сәлем достар, менің есімім Жадыра. Жүріңдер, біз сіздерге сүйікті физика сыныбын көрсетеміз. Бұл біздің Темірлан ағай. Ол бізге физика пәнінен сабақ береді. Темірлан ағай бізді әрдайым алға жетелейді. Себебі біз болашақта инженер болғымыз келеді. Жарайсыңдар балалар. Біздің физика пәніне келіңіздер.